Жалпы сақалда періштелер болады, рас па? Рас. Періштелер болады, иә? Менде қазір періштелер жоқ қой сонда, Жоқ, енді сіз жақсы амал жасасаңыз жаныңызда тұрады, бірақ сақалыңызда, жүзіңізде болмайды да. Сақалды, мысалға, сіздікін етіп қою керек па, әлде сақалды былай өсіру керек па? Осы жағына тоқталған дұрыс сияқты. Қазір жастардың бәрі былай өсіріп алады. Негізі сақалды үлкендеу қою керек. Өйткені пайғамбарымыздан келген сөзде бар, бабаларымыздың суреттерінде көрсеңіз, бір тұтамнан асу керек дейді. Бір тұтам деген 4 елі. Жаңағыдай содан асқанын қырқылады, бір тұтамнан асқаны қырқылады да, содан қысқасы. Біздің сақалдар заманауи сақалдар, енді өзіміз үлкен орындарда көпшілікпен араласқасын, біздің түрімізді көп адамдар қашып кетпес үшін деп осылай заманауи қойғанымыз, негізі бір тұтам қоюымыз керек сақалды. Негізі сонда сақал қоюдың 2 түрі бар, біреуі заманауи, екіншісі бабалар жолымен қоя. Иә. Енді қараңыз, бағанағы Арман аға, енді білу сұрау парызым, сіз айыпқа бұйырмаңыз, көпшілікте айыпқа бұйырмасын. Біздің бабаларымыз сақалды 50 жастан кейін қойған. 50-ге дейін қойған мен бабаларымды көрмеппін. Неге? Себебі ел ағасы болғаннан кейін елге сөзін өткізіп, қария болдым деген ниетпен. Енді білесіз ба, мен сол жерде бір кішкентай талас айтқым кеп тұрғаны, тіпті орыстарда да Бальзаковский возраст деген бар. Француздың Анре де Бальзак деген жазушысы, мысалы, өзінің жаңағы үлкен жастағы әйелдер деп айтатын, 30-дан асқан әйелдерді үлкен жастағы дейтін. Біздің қазақта да 3 бала тапқан әйелге кимешек кигізетін, ана деп. Қазақта 1 балалы болған адамға ата сақал аузыңа бітті дейтін. Ата сақал деген сөз ол даладан қалмады. Сол үшін жаңағыдай ер азамат өзі шаңырақ құрғаннан кейін жеке шаңырағын құрып, өз басым жеке болдым дегеннен кейін мен ата болдым дегесін, ол сақал қоюдың ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазақта ердің көркі сақал деген, ер деген. Ердің ағасының көркі сақал демеген, ердің көркі. Ердің жасы қай жас дегенде 12 жастан бастап болатын бала 13-інде баспын дейді, болмайтын адам 30-ында да жаспын дейді. Шариғатымызда ер азамат деп 12 жастан 60-ға дейінгі кезді айтады екен. Сондықтан ер жігіттің намысы деген сияқты ер жігіттің сақалы да өзінің көркі болғандығы үшін ер азаматқа ол жарасымды нәрсе. Мысалы, қазіргі кезде біреулер спортпен айналысады. Соңғы кездерде ММА деген біздің Қазақстанда да өте мода болып жатқан спорттың бір түрі. Сондағы жігіттерде сақал қояды. Одан сұрастырсам, шынымен сақал адамда тестостеронды көбеюіне себеп болады екен. Жаңағыдай тестостерон адамдағы ер азаматтың ерлік гормондарының бірі. Жаңағыдай сосын бір жағы былай енді анайлау айтсақ, жүнділеу болса еркек, сәл анайлау болса, ол таза еркек сияқты көрінетіндігі, аздап өзінің бір жаңағыдай бір қодарлау болып көрінетіндігі, бір өзіне брутальность деп айтамыз енді қазіргі тілде. Сондай бір әсемдік мода болып жатқандығынан. Ал енді біздің бабаларымыз баяғыдан батыр болған. Енді сақал қою брутальность болса, онда неге қоймасқа? Сондықтан мен енді оған арнайы бір жас деп ойламаймын. 50-ден кейін дегенге мен келіспеймін, оған дәлел жоқ деп ойлаймын. Өйткені кітаптан дәлел айтпай, жай алып қашты сөздер деп ойлаймын. Өйткені ердің көркі сақал деген мақал ол бар, тұр ол.